Шетелде академиялық оралымдылық шеңберінде оқу конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау. Egov.kz порталында авторизациядан өтіңіз. Басты бетте азаматтарға білім, жоғарғы білім бөлімін таңдаңыз. Шетелде академиялық оралымдылық шеңберінде оқу конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау қызметін таңдап, онлайн сұрау батырмасы бойынша өтіңіз. Байланыс мәліметтерін толтырыңыз. Өтініш берушінің санатын және отбасылық жағдайын таңдаңыз. Оқу бағдарламасы туралы мәліметтерді толтырыңыз. Және қажетті бөлімдерге құсбелгі қойыңыз. Өтінімге қол қоюдың қолжетімді әдістерінің бірімен қол қойыңыз. Сіз өзіңіздің жеке кабинетіңізде көрсетілген уақыт ішінде келіп түсетін өтінімді өңдеу туралы хабарламамен таныса аласыз.